Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге қарапайым құлпынайлы пирог жасайтын боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлық рецепт описание бөлімінде. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өте дәмді, сочный, свежий пирог жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдағы уақытта сіздерге күшті рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап ақуыз болғанша араластырамыз. Араластырып алғаннан соң тұз, сұйық май, қаймағымызды салып, орташа жылдамдықпен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, тек қана біркелкі масса болғанша. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнға 1 шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Оның екінші бөлігін салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осымен массамыз дайын болды. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына құлпынайымызды 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Құлпынайдың екінші бөлігін 2 бөлікке бөліп турап аламыз. Ендігі кезекте формамызға пергамент қағазын төсеп, массамыздың жарты бөлігін құйып аламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап бір тегістеп аламыз. Төрт бөлікке бөліп тураған құлпынайымызды саламыз. Қолымызбен барлығын біркелкі қылып орналастырып шығамыз. Үстіңгі бөлігіне массамыздың қалған бөлігін құямыз. Жақсылап біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Ендігі кезекте 2 бөлікке бөліп алған құлпынайымызды үстіңгі бөлігіне осылай әдемілеп орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут, градусын 160-қа түсіріп және 30 минут пісіріп аламыз. Сонда барлығын қосқанда 60 минутта піседі. Клубничный пирогымыз дайын. Қалауларыңыз бойынша сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.